Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Бүгін біздің студиямызда ерекше қонақ, ол кісі Моңғолиядан арнайы келіп отыр студиямызға. Моңғолиядағы отанды қандастарымыздың қалай дәл осы мәселені бүгін білетін боламыз. Өздеріңізбен бірге Мейрамгүл Мәдәлі. Және бүгін студиямызда Шолпан Бірдіханқызы, Моңғолиядағы аналар алқасының төрайымы, сана орталығының директоры. Дұрыс айттым ғой? Қайырлы кеш, қош келдіңіз. Елге, отанға қош келдіңіз. Қош келдік. Келгеніңізге біз өте қуаныштымыз. Рахмет. Өзіңіз білесіз, біз қандастарымызға әрдайым құшақ жая қарсы алуға қандастарымызды дайынбыз. Енді өзіңізден сұрағым келіп отыр. Мен жаңа Моңғолияда қазақтарға қатысты бірнеше ақпараттарды қарап шықтым. Сол кезде байқаған мынандай ақпараттар болды. Барлығы 83 мыңға жуық азамат көшіп кепті бізге. Бұл екінші сұрақ. Бірінші сұрақ. Моңғолияның ұлттық статистикалық басқармасының мәліметі бойынша этникалық қазақтардың саны 102.983 адам деп көрсетілген екен. Ал енді біздің елшіліктің нақтылаған мәліметі сол жақтағы шамамен 126 мың адам дейді. Енді әр түрлі уақыттарда мүмкін анықталған шығар деп есептеймін. Ал енді дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының көрсеткіші бұдан едәуір төмен, 90 мыңға жуық. Қанша қазақ өмір сүреді қазір Моңғолияда? Сол 126 мың деген сан дұрыс жақын келеді. Соны тек жаңағы көбіне қоныстанған Баян-Өлгей аймағының өзінде 100 мыңға жуық халық бар. Соның 97%-ін жаңағы қазақ қандастар. 97%? Баян-Өлгейдегі. Керемет. Және жалпы Моңғолия бойынша екінші орында екен, қазақтардың саны. Халықтың ішінде этникалық халық саны екінші орында екен. Қазақтардың екінші отан екен ғой, Моңғолия. Солай ғой? Солай. Жаңа айтып өтірміз, 91 жылдан бастап егер қарайтын болсақ, 83 мыңға жуық азамат көшіп келіпті Моңғолиядан. Бірақ әртүрлі себептермен 12 мыңнан астам қазақ қайта оралыпты Моңғолияға. 70 мыңдайы осы жерде өзінің тұрақтап қалған көрінеді. Сіздің не себепті оралды 12 мың адам қайтадан? Ол кезде ең басында 91 жылғы алғашқы көш басы біздің Моңғолиядан басталған ғой. Олар сол еңбек шартымен келген 5 жылдық. Сол еңбек шарты біткеннен кейін көбісі солай елге оралған, Моңғолияға оралған. Ал енді қараңыз, сол әсер етіп отыр деп ойлаймын. Қазір бізде қандастарымыздың келуіне біраз жағдай жасалған. Мысалы, енді халық тығыз орналасқан аймақтар емес, басқа өңірлерге келетін болса, мәселен, солтүстікке әсіресе Ақмола облысы бар оның ішінде, Маңғыстау, Батыс, шығысқа келетін болса, оларға жер телімі беріледі, арнайы қаржы қаражат беріледі, жаңағы алғашқы уақытта деген сияқты, визалық көмектер, тағы басқа көмектер деген сияқты. Қазір келем деушілердің саны қанша? Жалпы ондай азаматтар бар ма Моңғолияда? Енді мен дәл санын білмеймін. Ешкім ішіне кіріп шығып жатқанымыз жоқ. Әрбір қалаған азаматтар келіп жатқан көрінеді. Жаңағы студенттер келіп жатыр, жастар оқуға деген сияқты. Жаңа ғана біз Евразия университетінде студенттермен кездестім. Сонда біздің Моңғолиядан келіп оқып жатқан студенттермен кезіктім. Студенттер тартылып жатыр. Мысалы, былтыр 180 бала Евразия университетіне оқуға келсе, алдыңғы жылы. Ал былтыр 380 бала келіпті. Жаңа сондай maq. Сонда осы Қазақстан атамекенге оқуға жаңа жастар құштар болып, қызығушылық көп келіп жатыр. Түсінікті. Енді өзіңіз мынау әйелдер форумына келіп отырсыз. Арнайы Моңғолиядан ат терлетіп келдіңіз, Бұл Қазақстанға бірінші сапарыңыз емес болар? Көп келдім мен. Көп келдіңіз, Сіз қазір дүниежүзілік қазақ қауымдас қоғамының жолымен келдім. 2005 жылы сол дүниежүзілік қазақтар қауымдас қоғамының жаңағы 3-ші құрылтайына Моңғолия елінен жаңа делегация ретінде келгем. Тамаша. Енді сіздің пікіріңізді білгім келеді. Сырт көз сыншы дейді ғой. Дегенмен, сіз бірнеше рет келген азаматсыз. Соңғы рет келгеніңізде, сол уақытта келгенмен бар ма өзгеріс? Не өзгерген? Сіздің пікіріңіз, сіздің көзқарасыңыз? Менің көзқарасым
жаңағы мен алғаш 2019-да тағы да бір Түркияға кетіп бара жатқан іс сапарымда жолымда мына қазақ елінен өзіміздің қазақ тілінде басылып шыққан кітаптарды алғымыз келеді де, бізде аз болады. Кезінде бізде мына мәдениет және тұрмыс, Қазақстан әйелдері, жаңа жұлдыз журналдары бізге келіп тұратын. Қазір сол енді қазақы жаңа журнал, кітаптардың саны азайды бізге келуі. Соны біз қатты оқығымыз келеді. Сол тұрғыда кетерде осы атамен келгенде бір кітап болсын қазақша сүйреп кеткіміз келеді. Ал сол кезде мен осы Астанада жаңағы меломанға кіргенде мен кітаптың саны қазақ тілінде аз болды. Сол кезде? Сол кезде. Сол мені көп орыс тілінде кітаптар болды. Ал енді мен осы жол келгенде жаңағы мен өзіме керекті көп кітапты қазақша таптым. Бірталай кітапты сатып қазір елге алып бара жатырмын. Жаңағы отбасылық хрестоматиясы деген жобамен шығып жатқан кітаптар маған қатты ұнады. Және шетелдің бестселлер кітаптары көп аударылыпты қазақ тілінде. Соларды құшақ-құшақ алып бара жатырмын. Өзімнің жаңағы жеке сана жеке тұлға дамыту орталығына қажетті кітаптарды қазақ тілінде таптым, өте қуанышта кетіп барамын. Тамаша. Бұл бірнеше мәселені көрсеткіші. Негізі сіздің айтып отырған мәселеңіз расында қазақ тіліне деген бетбұрыс мемлекетте бар. Жалпы мемлекеттік биліктің бетбұрысы, бұл тек қана. Сосын халық санының көбейгенінде қазақ тілді қазақтардың санын көрсететін сияқты. Ал енді қалай, сіз Астанаға келдіңіз ба бұрын? Алматыға келдіңіз? Алматыда да болдым. Бірнеше қалаларда болдыңыз, Алматы мен Астанада болдым. Жалпы халықтың тұрмысына байланысты, қаланың кейпіне байланысты өзгерістер бар ма екен? Енді мына Астанаға келе алмағалы пандемияға байланысты шекара жабық болды. Осы міне шілде айында бізде мына Россия арқылы өтетін шекара ашылып, жолымыз ашылып, осылай келіп жатырмыз. 2 жылда енді Астана өте өзгеріпті. Және де Алматыда да болдым жаңада. Қазақша сөйлеу жақсарыпты. Көбіне орысша сөйлейтін жаңағы кітаптар жоқ болды. Қазақша сөйлеушілік өте жақсарыпты. Сондай өзгеріс маған көрініп жатыр. Тамаша, жаңа сіз айтып өттіңіз, жұлдыз журналы дедіңіз, Қазақстан әйелдер журналы жетіп тұратын дедіңіз. Кезінде, социализм кезінде бізге жетіп тұратын. Қазір сіздерге жалпы қазақ тілінде кітаптар жете ма? Жалпы тек қана кітап емес, мүмкін бұқаралық ақпарат құралдары оның ішінде. Ал бізде болғанда каналдар, арналар, мәселен. Арналар 92 жылдан бастап бізде барлық телеарналар, Хабар, 24, Қазақстан телеарнасы бәрі көрсетіледі. Балапан телеарнасы көрінеді. Біздің балаларымыз осы балапанды көріп өсіп жатыр, тіл мәселесіне. Өте әсер етіп жатыр бізге. Барлық арналарға қолжетімді, қолжетімді біз көре аламыз. Түсінікті. Жаңа сіз айттыңыз 126 мыңға жоқ дедіңіз. Баян өлкейде басым бөлігі тұрады. Басым бөлігі қандастардың. Енді ол жердегі жалпы Баян өлкейде болсын, басқа жердегі қазақтардың, қандастарымыздың қазақ тілінде білім алу қаншалықты қолжетімді? Мектептер саны, балабақшалар саны? Ал енді біздің дәл Баян өлкейде 43 мектеп бар. 43 мектептің 42-сі қазақ. 42-сі. Бір мектебі ғана моңғол мектебі. Ал барлық балабақшалар қазақ тілінде. Сол 1-ші сыныптан 5-ші сыныпқа дейін қазақ тілінде, ана тілінде білім алады. Ал 6-ші сыныптан жоғары моңғол тілі мен қазақ тілі екеуі қатар алынып 12-ші сыныпты бітіреді. Білім. Қазақ тілі, ана тілімізде білім алып шыдап жатырмыз. Түсінікті. Ол үшін енді біздің негізгі заңда, моңғолдың негізгі заңында өз ана тілінде әрбір ұлт білім алуға құқылы деп көрсеткен. Сол бойынша біз моңғол елінде өз ана тілімізде білім алып жатыр балалар. Түсінікті. Енді жаңа өзіңіз байқап жатырсыз. Мысалы бізде қазақ тілінің
басымдық алуы ол қазақтардың санының өсуімен де байланысты, мәселен. Бұл жағынан сіздерде қалай? Дегенмен 30 жыл өтті арада, қазақтардың саны азайды ма, кеміді ма? Біраз сол көш басталған кезде азайды. Көш басталғанда? Көш басталған кезде. Ал қазір көбейді. Қайтадан сол 90 неше мыңға дейін түсіп қалған. Енді қазір қайтада сол 126 мыңға барды. Дәл бай өлкедегі халықтың саны 100 мыңға барды. Қазақ саны көбеюде. Тамаша, бізде енді сіз әйелдер форумына келіп отқаннан кейін сұрағым келіп отыр. Сол Монғолия еліндегі, біздің қандас, бауырлас әйел азаматтардың негізгі кәсібі, ол кісілердің жағдайы, мүмкін ол кісілер толғандырған бір мәселелер деген сияқты дүниелерді айта отырсаңыз. Ал енді бізде барлығынша мүмкіндігінше оқиды. Бізде көбіне қазіргі Монғолия еліндегі білім алушылардың көбісі және қыздар, жастар, жалпы әйелдер білім алу, жоғары мектеп оқу мүмкіндігі өте жоғары деңгейде. Содан да біздің қазақ қыздар қалыспай оқып жатыр. Және шешім шығару орындарында да қыздар, әйелдер жұмыстауда көп қызметтерін атқаруда. Мысалы, дәл өз басым сол Баян өлгейлік жаңағы мәслихат депутаты дейді, 2 рет сайландым. Мәслихат депутатына? Және де сол банк директоры тұрдым, аймақтық қаржы қаражат бөлім бастығын істедім деген сияқты. Мамандығыңыз экономист? Экономист, қаржыгермін. Ал енді сондай мүмкіндік бар, бәрі жақсы. Шетелде оқып жатыр, Америкада оқып жатыр, Германияда оқып жатыр деген сияқты. Шетелде оқитын мүмкіндік жастар үшін өте кең. Мысалы, бізде болашақ деген бағдарлама бар, өзіңіз білесіз, шетелге жастарды жіберіп, мемлекеттің қаржысына сол арқылы оқыту. Бұрын бізде бакалавр деңгейіндегі азаматтар бар оқитын еді, қазір енді магистратура деңгейінде. Ал енді бізде де сол балалар өз мүмкіндіктерінше шетелге грантқа, жаңағы Монғолия елінің өзінің гранттар бар, соған беріп кететін мүмкіндіктер бар. Көптеп оқып жатыр. Мемлекеттің тарапынан ондай бағдарлама жоқ? Ондай бағдарлама жоқ, бірақ та сол басқа елдер өздерінің жариялаған гранттарын жеңіп алады. Жариялаған гранттарын жеңіп алады. Шетелдерге өз недерін жіберіп, мүмкіндіктерінше сонымен жеңіп алып оқып жатқан балалар жетерлік. Түсінікті. Ал енді толғандырған мәселелер деп қалдық жаңа. Толғандырылған мәселелер жаңағы қазақ тіліндегі жаңағы оқулық мәселелері толғандырады. Біз кезінде болғанда, мына социализм кезінде жаңағы осы Қазақстан елінен оқулықтар алып, соны керектенетін. Одан кейін енді жаңа Монғолияда оқу системасына өзгерістер кіріп, жаңағы сол системамен аударылған өзіміздің Монғолиядағы білім саласындағы қазақпен аударылған кітаптардан кей жағдайда кішкене олқылықтар бар. Сол бізді толғандырады. Осы мәселенде мысалы... Бұл олқылықтар қандай олқылық? Саяси тұрғыдағы олқылықтар ма, әлде қалай? Жоқ, саяси емес, жаңағы қателер, аудару нелері кішкене олқылықтар бар. Сол кішкене біздерді толғандырады. Басқа енді... Бұл оқулықтар мәселесі мектептегі, мектептегі оқулықтарға қатысты. Негізі білім саласында қызмет ететін азаматтар бар шығар, дегенмен әйел азаматтардың арасында? Көп. Енді біздегі білім саласындағы және де денсаулық саласында қай жерде де сола ғой, көбіне әйел адамдар жаңағы көп жұмыстайды. Мұғалімдер, жаңағы дәрігерлер деген сияқты көбіне әйелдер. Бұрын бізде мына әсіресе жастардың, студенттердің келуіне бір кедергі болатын, ол тіл білмеу мәселесі болатын. Қазір жаңа өзіңіз айтып отыр, студенттермен кездесіп келдіңіз, Монғолиядан келіп оқып жатқан, жаңа кездескен менің сана жеке тұлға дамыту орталығымның алғашқы менің бір шәкіртіме жаңа кезіктім Евразия университетінде бірігіп сурет алдырып, кезігіп жаңағы жақсы
бір көңіл күйде болдым, қуанышты болдым. Қазір мұндай кедергілер бар ма, жоқ па? Студенттердің біздің елде келіп оқуына Ешқандай кедергі жоқ. Кедергі жоқ. Көбі қаламады кезінде. Сол жаңағы шетелге, жаңа біздің астанамыз Улан-Батырда оқығанды көп қалады. Ал қазір енді осы Қазақстанға оқуға, атамекеннен оқуға көп оқушылар. Мен жаңағы байқап отырған статистикалық жаңағы мәліметке қарағанда, тек қана Евразия университетіне 180 болса, 380-ге барып жатыр. Және де сол оқытуға, мысалы, мүмкіндікке көмектесіңіздер деген Евразия университет. Біз қанша бала болса да, бізде алатын мүмкіндігіміз бар. Осыған көмектеріңіз тигізсеңіздер дегенді Евразия университетінен сондай тілек білдіріп жатты. Түсінікті. Тағы бір мәселе, енді мысалы бізде мына әсіресе батыс өңірінде, студенттер келіп оқыған кезде Алматы, Астана сияқты үлкен қалаларға оларды ата-аналары алдын ала балам бір сондай бір психология бар да, бітіргеннен кейін міндетті түрде елге келіп қызмет ет деген бір психология бар. Әсіресе бізде батыста бар ол. Сіздің елден келген студенттер болашақта Монғолияға қайту жоспарында бар ма? Енді жаңа сіз кездескесін сұрап жатырмын. Әлде осында қалып жұмыс істегісі келетіндер бар ма? Әртүрлі екен. Жаңа оны мен сұрадым балалардан. Көптеген балалар кезікті. Жартысы қалайды, жартысы ата-анасы Монғолияда болғандықтан сол Монғолияға барып жұмыстағысы келеді. Ал жартысы осында қалып, еңбек етіп, тіршілігін жасауды бас көздеп отыр екен. Әртүрлі айтып жатты студенттер. Бір қуаныштысы, ол сіздердің сол елде отырып, қазақ тілін сақтап отырғандарыңыз, ұлттық салт дәстүрді сақтап отырғандарыңыз, ұлттық құндылықтарды сақтай алып отырғандарыңыз, және жаңа өзіңіз айтып отырсыз, білім беру ошақтарында сол күйінде бұзылмаған, қаймағы бұзылмаған күйінде сақтап жатыр. Расында кейде біз байқап қаламыз, осы Монғолиядан келген қазақтардың ұлттық салт дәстүрді біздің елге қарағанда артығырақ білетіні, артығырақ сақтағандығы бізді қуантып қояды расында. Айшолпан қызымыз қайтып жатыр, дүние жүзіне танытып. Айшолпан бүркітші қызымыздың арқасында біздің тек Монғолияға, соның ішінде біздің Баян өлкеге жаңа шетелдік туристердің келу саны өте көп. Бізде бізде бүркітшілер тойы деген болады, соған арнайы мыңдаған жаңағы шетелдік туристер келеді. Қай уақытта болады? Бізді көретін азаматтарға да айтып қойыңыз. Қай уақытта болады бұл? Октябрь айында болады. Октябрь айында. Ол уақытта сіздерде суық па әлде ауа райы қалай? Қолайлы ма? Қолайлы. Тамаша. Жаңа біздің сол кигізлер сол Баян өлкейде болады. Ортасында болады, орталығында. Сосын шеткері, киізлер тігіліп, жаңағы шырға тағу барлық нелер болады. Қазақ театрымыз бар. Соның үлкен концерт ойналады туристерге жекеше. Барлық қазақтың ұлттық ойындары жүріледі. Барлық қазақ болмысты көреді. Және де Улан-Батырда осы міне өткен аптада ғане Улан-Батырда бүркітшілер тойы тағы жүріледі. Ол қалыпты болып жүріліп жатыр соңғы 5 жылда. Оның өзіне сол арнайы шетелдің туристері келеді, және де Улан-Батырдағы басқа аймақтардан келген моңғол ағайындар да қатты қызықтап келеді. Соған да біздің мына қазақтың дәстүрі киіз үйін тігіп, дастарханын жайып, қартасын үйіп төгіп қойып, жаңағы бүркіттің барлық өнерін көрсетеді. Тамаша. Көп рахмет өзіңізге. Отанымызға келгеніңіз үшін айтарыңыз бар ма? Енді мен өзім жаңағы көп басшылық қызметтер атқарып жүрдім. Соны мына жастарға бергім келіп, бізде пенсия жасы 55-те әйелдер. Зейнетақыға 55 жаста. Сізді көріп отырған біраз әйел азаматтар қызығып отыр. 55 дегеніңізді 55 жасында, ал ер азаматтар 60 жаста неге шығады, зейнетақыға шығады. Ал енді содан осы өз білгенімізді жастарға жеткізу міндет, және де өз алдыма қойған мақсат қойып, осы
зейнетке шыққаннан кейін сана жеке тұлға дамыту орталығын ашып және шетелдің көптеген жобаларын кіргіздім. Жаңағы дәл қазір мен Канада қорының жобасы жасөспірімдердің оң тәрбиесі деген жоба жүргізіп жатырмын. Моңғол тіліндегі және отбасы зорлық зомбылық заңын қазақ тіліне аударып нұсқаулық шығардық. Және де баланы қорғау туралы заң, баланың құқығы туралы заңды да қазақ тіліне аударып кітапша және де нұсқаулық шығарып қазақ балаларына өз үлесімді қосып жатқан жағдайым бар. Бәрекелді. Көп рахмет өзіңізге, ісіңізге сәттілік тілейміз. Тағы да қайталап айтқым келеді. Енді сіз бір өкілісіз ғой. Біз қандастарымызға әрдайым біздің есігіміз ашық. Рахмет. Сондықтан қош келдіңіз дейміз. Рахмет. Көп рахмет. Ардақты ағайын, біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.